Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан айының 5-ші күні, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға осындай өте ерекше қуырылған манты дайындайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ұнға бір жұмыртқа және тұз салынған суды құйып, қаттылау қамыр илейміз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналымдағы видео рецепттерге лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Міне осылай екі қолымыздың күшімен қамырымыз әбден біркелкі болғанша осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 1-1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Әрі қарай салмасын дайындаймыз. Пиязды және картопты сақтап турап аламыз. Тартылған еттің үстіне тұз бұрыш қосып, картоп пен пиязды да қосып, жақсылап араластырамыз. Еттің майы аз болса, үстіне аздап сұйық май қоссаңыз болады. Дайын тынып тұрған қамырды майда бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң әр қамырды осылай дөңгелектеп жайып шығамыз. Ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Не осындай өте әдемі болып шығады. Қызып тұрған майға мантыны екі жағын аударып, қызартып, қуырып аламыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әртүрлі чаттарға таратып қойсаңыздар, сіздерге үлкен алғыс айтамын. Әрі қарай қуырылған мантыны мантаваркаға салып 40-45 минуттай буға пісіреміз. Міне ауызашарға дайындалған қуырылған мантымыз дайын. Табамызға салып, майонез, кетчуп қосып, немесе өздеріңіздің қалаған соустарыңызды қосып ұсынсаңыздар болады. Не мантымыз дайын, өте ерекше әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде маған кері байланыс білдіріп, пікір қалдыра отырыңыздар.